Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз экология, мұнай және атомдық индустрия бөлімі бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы мұнай өндірісінің зардабы. Оқу мақсаты: мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау, ғаламдық мәселелермен салыстыру. Балалар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын келесі суреттерге назар аударып, сұрақтарға жауап беруге тырысыңыз. Берілген суреттер қандай ой салады? Қандай мәселе көтеріліп отыр деп ойлайсыз? Берілген суреттер адамға қандай нәрсені болса да, екі жағы бар екенін ескерткендей. Еліміздің байлығы болып саналатын қара алтын өндірісі қанша пайда әкеліп жатса да, оны дұрыс пайдаланбаудың зардабы болатын туралы ой салды. Қандай мәселе көтеріліп отыр? Суреттерде мұнай өнімдері теңізге төгілуі қоршаған ортаның ластану себептерінің бірі болып табылады. Мұның бір салдары май дақтары құстар мен балықтарға ауру тудырады және оларды жүзуге қабілетсіз етеді, тіпті оларды өлтіреді. Жақсы, дұрыс жауап бердіңіздер. Енді келесі тапсырманы орындайық. Берілген суреттерге қарап, кластер құрастырыңыз. Қандай мәселелер көрсетілген? Бұл суреттерді қандай сөз біріктіреді? Ойланып көрейік. Оқушылар, ойланып болсаңыздар, жауаптарыңызды осы нұсқамен салыстырып көрейік. Бұл жерде көтерілген тұрған мәселелер: ауаның ластануы, су тасқыны, судың ластануы, ағаштардың кесілуі, қаланың ластануы, ормандардың өртенуі, қоқыс қалдықтары. Олардың барлығын біріктіріп тұрған сөз экология, яғни мұнда экологиялық мәселелер көрсетілген. Бүгін сабақта кездесетін жаңа сөздерге назар аударайық. Топырақтың деградациясы, деградация почвы, кері әсерлер салдарынан топырақ қасиеттерінің нашарлауы. Экожүйе, экосистема белгілі бір географиялық аймақтағы тіршілік үйлеріне және олар араласатын орта. Бекіре, осетр, балықтың түрі. Ұңғыма, скважина, тау-кен қазынасы. Биокөп түрлілік, биоразнообразие, биологиялық алуан түрлілік. Оқушылар, осы жаңа сөздерді есте сақтаңыздар. Арғарай сабақ барысында бұл сөздер кездеседі. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: мәтіндегі көтерілген мәселені талдаңыз, негізгі ойды анықтаңыз, ғаламдық мәселелермен салыстырыңыз. Дескриптор: көтерілген мәселені талдайсыздар, негізгі ойды анықтайсыздар, ғаламдық мәселелермен салыстырасыздар. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, мәтіндегі негізгі ой қандай? Мәтінде қандай мәселелер көтерілген? Ғаламдық мәселелерге қандай мәселелерді атар едіңіз? Салыстырыңыз. Қазақстанда мұнай өндіру 100 жылдан бері жүргізіліп келеді. Бұл салада ескірген технологияларды қолдану орасан зор экономикалық шығындар мен қоршаған ортаның бұзылуына әкеліп соқтырады. Топырақтың деградациясы, судың мұнаймен ластануы адамның денсаулығына және экожүйелерге әсер етіп, шөлге айналу үдерістерінің жүруіне, биокөптүрліліктің жойылуына әкеледі. Мұнай
өсімдіктердің жойылуы мен адамның органикалық қосылыстармен улануына әкеледі. Каспий теңізі дүние жүзіндегі бекіре тәрізді балықтардың ең ірі мекен ету ортасы. Сондықтан Каспий мәселесі тек мемлекет аралық қана емес, ғаламдық сипатқа ие. Ал кәне, енді сұрақтарға жауап беріңіздер. Мәтіндегі негізгі ой қандай? Каспий мәселесі. Мәтінде қандай мәселелер көтерілген? Иә, судың мұнаймен ластануының салдары. Ғаламдық мәселелерге қандай мәселелерді атар едіңіз? Басқа елдермен салыстырыңыз. Басқа елдермен салыстырсақ, Каспий мәселесі ғаламдық мәселе, себебі топырақтың деградациясы, судың мұнаймен ластануы адамның денсаулығына және экожүйелерге әсер етеді. Иә, дұрыс айтасыздар. Табиғатта бәрі бір-бірімен тығыз байланысты, себебі қоршаған ортада бір жүйе бұзылса, қалғандарына да әсер етеді. Сабағымызды жалғастырайық. Екінші тапсырма. Балалар, оқулықтарды 25-ші бетте екінші тапсырмада. Ашыңдар. Оқулықтағы мәтін мазмұнын сүйеніп, кестені дәптерлеріңізге жазып, мәтінді толықтырыңыз. Дескриптор. Мәтінді мұқият тыңдайсыздар, оқисыздар, кестені толтырасыздар. Бірінші бағанда. Мәтіннен тірек сөздерді жазыңыздар. Екі сұраққа жауап беріңіздер. Бірінші, қандай мәселе көтерілді? Оқиға қай жерде орын алды? Ал енді мәтінді сендер тыңдаңыздар. Теңіз сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дамбы елді мекенінде мұнай қалдықтарын жинайтын база салуды жоспарлайды. Бұл балықшылар үшін өзекті мәселе болып отыр. Дамбы балықшылар отаны, ал Жайық сағасы балықтар мекені. Қазір бұл жерде балықшылар еңбек етіп, күн көрісін табуда. Базаны күшейту балықтардың дағдылы тіршілігін бұзады. Бағзы бір уақытта Бакуден Каспий арқылы танкермен мұнай тасымалдағанда теңізге мұнай төгілген жайттар кездескен. Енді мұндай оқиғалар тағылы көрініске айналуы да мүмкін. Байырғы тұрғындардың айтуынша, сонау жылдары балықшылар Жайық жағасына адам жолатпайтын болған. Тіпті Жайық жағасына іргелес қоныстаған ауылдарда балық жүрген кезде қатты сөйлеп, тосын дыбыс шығаруға тыйым салынған. Себебі балық шуды, жайсыздықты адамша сезініп, екінші бұл жерге жоламайды екен. Теңіз жағасынан өндірістік база салу оңай нәрсе емес. Ол жеті өлшеніп бір шешілуі тиіс. Мұнайдан түсетін миллиардтарды қуалап жүргенде, балықтан адамның денсаулығынан, табиғаттың таза көркінен жұрдай болып қалмайық. Жақсы, мәтінді тыңдадыңыздар, мәтінді оқыдыңыздар. Енді қандай мәтіннен тірек сөздерді жаздыңыздар. Мысалы, мұнай қалдықтарын жинайтын база балықтар мекені. Қандай мәселе көтерілді? Теңіз сервис Дамбы елді мекенінде мұнай қалдықтарын жинайтын база салуды жоспарлайды. Оқиға қай жерде орын алды? Жайық өзен жағасында болған оқиға. Оқушылар, сабақта алған мұнай өндірісін туралы ақпараттарымызды толықтыру мақсатында сіздерге өзіндік жұмыс, дербес пікір жазу тәсілі бойынша, мәтінде көтерілген мәселелер бойынша пікірлеріңізді жазыңыздар. Өзіндік пікір, идея, бір сөйлем,
Дәлел 2 сөйлем. Өз пікірін айғақтайтын мысал 2 сөйлем. Өз пікіріне қарсы пікір 1 сөйлем. Қарсы дәлелді жоққа шығара алатын 2 сөйлем. Қорытынды 2 сөйлем. Оқушылар, біз бүгін сабағымызда мәтінде көтерілген мәселені талдадық, негізгі ойды анықтап, оны ғаламдық мәселелермен салыстырдық. Дербес пікір жазу тәсілі бойынша өзіндік жұмыс берілді. Бұл сабақта орындаған тапсырмаларды еске түсіре отырып, өзіңізді маңыздылықтың аймағы арқылы бағалаңыз. Ішкі шеңбер ең маңызды ақпарат, ортаңғы шеңбер маңыздырақ ақпарат, сыртқы шеңбер маңыздылығы төмен ақпаратты жазыңыздар. Белсенділігімен қатысқандарыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.